Кухнямның раковинасының су құбыры бітіп қалды. Ыстық су ағызып жатырмын, көрем. Сәлеметсіздер ма? Бүгін таңертеңнен бастап менің мына ас үйдегі су құбырымнан су ақпай, біраз берекемді алды. Мен енді бұның астын сифонын алып, тазалап, қайтадан кигізіп, су құбырын тазалай алмаймын. Сондықтан жаңағы дүкенге қарата жүгірдім. Осының алдында әкем қайтыс болғанда цехтар көп жуылды, адамдар көп келді. Сол кезде осындай жағдай болған, су ақпай қалған. Дүкенге барып қыздардан тез суды ағызатын қандай химикаттарың бар деп сұрағанымда маған ураган түсінді. Міне мынандай бутылкада ураган, көзім көрмейді. Әйтеуір Россияда жасалынды деді. Соны жүгіріп алып кеп құйғанымда жарты сағатта жаңағы әке-шешемнің үйіндегі су ағып кетті. Енді қазір көп күттім, мына суым аққанша. Қазір ағып бітті, енді қазір құйып қоям, жарты сағаттан кейін суды ағызып сіздерге көрсетем. Міне жарты сағат болды. Міне суымыз жақсы кетіп жатыр. Міне менің ас құбырымдағы су жақсы ақты. Енді мен әлгі ураганды жарнамалап отырғам жоқ, маған одан түсетін пайда жоқ. Жалпы тексерілген химикаттарды пайдаланғанымыз дұрыс қой, өзімнің тәжірибемен бөлісейін деп отырмын. Сондықтан сіздерде су құбырлары бітіп қалса, осындай жаңағы химикатты алып, ураганды алып, су құбырларын тазалауларыңызға болады. Ал енді әрине қатты бір неше түрлі химикатты құйып жатсаң да ақпайтын жағдай болады. Ол кезде әрине шақыртамыз сантехниктерді. Олар троспен тазалайды. Енді тросқа жеткізбей-ақ арасында осы ураганды пайдаланып отырсақ та болады деп мен сіздерге өзімнің тәжірибемді бөлісіп отырмын.